Сәлем достар, сіздермен бірге мен Әмір. Бүгін мен Minecraft ойнаймын деп шештім. Бүгін біз үй салатын боламыз. Алдымен өзімізге керекті затты алып алайық. Маған ағаш керек болды. Сосын анандай алтын керек болды, стейн алтын. И қазір біз үй салатын боламыз. Сіздер менің арнама лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Келесіде мен выживание ойнайтын боламын. Ана комментарий жазып, подписка жасап, лайк басуды ұмытпай отырыңыздар. Мен бұл үйді 8 минуттың ішінде салдым. Сіздерден қолдау күтемін. Біз келесі жолғы выживаниені ойнайтын боламыз. Алдымен өзіме ыңғайлы жерді іздеп, қойды ағып тастадым. Дұрыс емес қойыппын. Әдемілеп салып бастадым осылай. Фундамент астында екі ұзынырақ салдым. Әдем неге екенін білмеймін, ұзынырақ салғым келді, содан кейін салдым. Келесі жолы біз выживание ойнайық па, әлде тағы творческий ойнайық па, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Және лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Мен мына шетте мынаны қойдым. Және тағы осындай ненің үстіне қоя салатын боламын. Ана үстіп тағы үстіне қоямын. Болмаса біз келесі ойында зомбилармен шайқасатын боламыз. Сіздерге не ұнайды, соны жазып кетіңіздер комментарияға. Біз зомбилармен шайқасатын боламыз келесі видеода. Осы шетте тез блоктарды қойып жатырмын. Если сіздерді Майнкрафтты ойнағыларыңыз келсе, ссылкаға Майнкрафтты жатып кетемін. Осылай блоктарды қою арқылы тез банша салуыма тырыстым. Келесі жолы біз уақытқа үй салып жақсатын боламыз. Келесі осы видеоға лайкты аямай басып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Осылай әдемі шыққаннан кейін мен өзіме тағы бағана алтынды алғым келді. Осындай золотой блокты алдым. Золотой блоктан кейін маған ағаш керек болды. Деревья алдым. Ағаш алдым. Және осы саты алдым. Бірақ саты маған көмегі керек болмады. Содан кейін маған есік керек болды. Бірақ мен есікті алуды ұмытып кетіппін. Және мына шетте біз осы жасап жатырық. Сіздер комментарий жазып кетсеңіздер, осы үйдің ішін сәндейтін боламыз. Мына шетте түзу ме екенін тексердім. Және маған ұнамай қалды осы шеті. Және тағы бір ағаш блок қойдым. Және өйстіп түзу қылып жасадым. Келесі видеода біз зомбилармен шайқасатын боламыз. Сіздер маған қолдау көрсетіңіздер. Мен сіздерге сенемін. Және осындай ағаштарды қойдық әдейі екі шетінде. Және осы алтынмен золотой блокпен қаптадық. В общем, салдық. Міне әдемі болып шығып жатыр ма, білмеймін. Қазір біткен кезде көретін боламыз. Менің ойымша әдемі шығып жатқан сияқты. Осылай біз бастадық салып. Және мені астын қойдық. Мен творческий ойнап жатқаннан кейін маған зомбилар тиісе алмайды. Мені қазір мына шетін қойдық, мына блокты. Бірақ мен саты қойғанда саты дұрыс емес болып қалды. Ана есік жақ осылай биіктеп үстіп қоя салдым. Және тағы үстіп қойған кезде мен саты жасайын десем, уже биік болып кетті.
Сен алдында мынаны өшір. Мынаны сындырып тастап, өйстіп қоя салдым. Сонда әдемірек шықты. Содан кейін мен осылай қалған жерлерін золотой блокпен жасадым. Маған ұнады, жаңбыр да қатты жауды. Бірақ ол маған зиянын тигізбеді. Осылай біз әдемі ғып жасап жатырмыз. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. 5 секунд берем. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер тіркелдіңіздер ғой, мен сіздерге сенемін. Осылай қалған блоктарды жауып, қазір есікті қоятын боламыз. Сода біздің үйшіктеріміз әдемі болады, үйшігіміз. Мен крышасын тоже золотой блокпен жапқым келді. Содан кейін золотой блокпен тез жаптым. Маған қатты ұнады осылай жауып. Золотой блоктың төбесінен анандай түзу кірпіш сияқты зат қоямыз. Ол бізге төбесін түзу қылуға көмегін тигізеді. Ішіне блокты удалить етіп, алып тастап, біз не іздедік? Есік. Мынандай есік емес, осындай плита іздеп, плитаны алдық. Сосын біз есік алдық. Есік қайда есік? Так. Есік қайда? Есік. Так. Мына есікті таптық. Осы мына есік маған ұнады. Осы есікті алдым. Есікті алдымен плитаның үстіне тез қойып шықтық. Үй ұнап жатса, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Тағы бір рет сұрамын. Комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода біз зомбилармен шайқасатын боламыз. Выживание ойнайтын боламыз. Енді выживанияда қызық болады. Осылай блоктарды қойып отырық. Әдемі шығып жатыр. Осылай плиталарды қойып, әрі қарай жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Осылай толығырақ аяқтайтын боламыз. Мен Майнкрафт жақсы ойнай алмаймын, бірінші рет ойнап тұрмын. Мына үйім жақсы шықты деп ойлаймын. Сәл-пәл есігі қисық болыпты. Ол шетінен қисық салатыным бар енді. Осылай әдемі шығыпты. Менің осылай есігін қойып, осындай жетілдер келді соғысатын. Дым түсінбедім әйтеуір. Келді, кетіп қалды неге екен. Міне үйім осындай күшті шықты. Арнаға тіркеліп, лайк басыңыздарды тағы сұраймын. Сіздермен бірге мен. Сау болыңыздар.